Ақын жазушы Карина Сәрсенова аңыз адам Олжас Сүлейменов жайлы еңбегін жарыққа шығарды. Легенда Евразия деп аталатын туынды 2018 жылдың көктемінде Карина Рашид қызының мемлекет қайраткерімен өткен сұхбатының негізінде жазылған. 1000 данамен жарық көрген кітапта қаламгер 3-ші дүниежүзілік соғыстың алдын алған аңыз адамның тұлғалық болмысын ашуға тырысқан. Туындының авторы кейіпкер жайлы ақпараттар мен негізгі материалдарды жинастырып, тұлғалық портретін сипаттайды. В таком же формате книга пишется намного быстрее. Әрине, өзге туындыларыма қарағанда бұл кітаптың жарыққа шығуы аса қиындық тудырмады. Жарты жылдай уақыт материалдарды сүзгіден өткізіп, естелік суреттерін жинастыруға, сондай-ақ баспа жұмыстарына жұмсалды. Кітап Олжас Сүлейменовпен болған сұхбат негізінде болғандықтан публицистикалық жанрда жарыққа шықты. Бұл өз кезегінде оқырманның тілді жеңіл түсініп, кітапты оңай оқып шығуына мүмкіндік береді. Оның үстіне мен басты кейіпкерімді бейбіт түрде 3-ші дүниежүзілік соғыстың алдын алған аңыз адам ретінде мақтан тұтамын. Қазіргі таңға дейін 50-ден аса кітапты жарыққа шығарып, тұрақты оқырмандарын тауып үлгерген Карина Сәрсенованың туындылары елімізде ғана емес, Ресей, Қытай, Франция мемлекеттерінде сұранысқа ие. Жазушы жарыққа шығарып отырған аңыз адам туралы еңбегінің таныстырылымын Грузия, Молдавия, Белоруссия және Мәскеудегі халықаралық кітап жәрмеңкесінде өткізуді жоспарлап отыр.